Taqdirni жазып qo'yamiz. Еңбек Майлиннің шығаның белгісі қазақ прозасының шоқтығы бет туындылардың бірі, және де оқу мақсаты автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жасау, шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Автор стиліне автор немесе қаламгер стиль дегеніміз қаламгердің жазу мәнері, ой түйінін ашу тәсілі, образдар жүйесінің тұрақты бірлігі, жеке жазушының сөз мәнері. Қазір сіздер шығармадан үзінді шығармашылық жұмыс жасауда осы автор стилін қолданасыздар. Еңбек Майлин біраз өлеңдердің әйел теңдігіне арналған, мысалы қыздың сәлемі, Ташкент келіншек, Ақсуаттың жанында деген өлеңдері қазақ салт дәстүрлері мен қазақ қыздарының аянышты тағдырлары мен түрде жазылған, қара сөзбен жазылған шығарманы хикая. Шығармада неге шығаның белгісі дейді? Өткен оқиғаға байланысты шығаның белгісі деген атауы бар. Оның алдында ол атау қалай аталушы еді? Қысқаша ғана айтып өтсеңіздер. Бұл көріп отырған шығармаларымыз бақытсыз жамал шығармасы, авторы Міржақып Дулатұлы. Бұл шығарма бақытсыз жамал немесе қоғам тұншықтырған әйел тағдыры. Шығаның белгісі атынан ақ оқырманнан елең еткізетін шығарма деп ойлайды. Бұл шығарма арманына жете алмаған, ескілік салттың құрбаны болған екі ғашықтың қайғылы халін суреттейді. Оқиғаның басындағы әңгімелеуші шіркін, шұға десе шұға еді-ау деген сөзінен ары қарай не болар екен деп оқуға ынтыға түсесің. Расымен де шұға ажарлы, қандай болса да ақылы да сондай. Жеңілтек дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай біртүрлі паң еді-ау шіркін. Бұл күнде ондай қыз қайда деп суреттеледі. Осында көрікті арудың өз теңіне қосыла алмауына кім кінәлі? Менің пайымдауымша кінәлі ескілік ата жолы. Тең-теңмен, тезек қабмен деген аталы сөз. Кедей жігітке қыздың бергісі келмеген әкенің әрекеті дұрыс па? Дұрыс болса, Абдрахманды жер аудартуға ақтап аларлық іс әрекет па? Осыдан келіп шын сүйген екі ғашық айықпас халге түсті. Қасым екеуінің арасындағы диалогте жастығының астынан тығылған орамалмен көзін сүртті. Тірі келсе көресің ғой бірақ мен дегені шұғаның үзілген үмітін көрсетіп тұр. Алдарыңызда бағалау парағы да бар. Екінші топ сіздер екінші топ сіздер еңбек Майлиннің шығаның белгісі Есімнің ауылына келмейді ме? Шығандарын салып тұрды ғой, кейін Шаға башқа. Иә, төртінші не? Tarihi kutluğu ötesini üzüntülerden мысалдар. Biz bunları мысалдардық. Ол кезде zaman қандай? Жер әдемі, мал көп, орыстың иісі де жоқ. Жазғы тұрғы, майдың айы, бітер бітпес. Шала шарпы егін салып. Қандай ойын сауықтарды айтады? қыз ойнап, алты бақан, Таңға дейін ойнайды, және орыстың естер жоқ дейді тарихи құндылығы. Ал аудиториясы бүгінгі қазақ қыздарына арналған. Бүгінгі қазақ қыздарына. Формасы хат, тақырыбы махаббат үшін күресе білу. Кімнің атынан алып Шұға. Құрметті бүгінгі сіздеріне шыққан жылы сәлем жолдаймын. Өзбен шығар сіздермен өз өмірді бөлісетінімді